Сәлем достар, мен сіздерге бүгін курабия печеньесін үйрететін боламын. Ол үшін бізге керек болады 3 жұмыртқа, 200 грамм шекер, 180 грамм сұйық май, 500-600 грамм ұн және ванилин, разрыхлитель, лимон немесе апельсиннің седрасы керек болады. Ыдысымызға жұмыртқа мен шекерімізді салып, 6-7 минут жақсылап миксерлеп аламыз. Шекерлері еріп, бізде аппақ пена болғанға дейін көбіртеміз. Жақсылап шекерлері еріп кетуі керек. Көріп тұрғаныңыздай дәл осылай ағарып шығады. Енді апельсин немесе лимон седрасын салып, тағы миксерлетін боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін сұйық майымызды да аз-аздан салып, миксерлеуді жалғастырамыз. Енді разрыхлитель мен ванилинімізді салып, тағы миксерлейміз. Енді ыдысымызға 500 грамм ұнды салып аламыз. Аз-аздан осылай қосып миксерлеуді жалғастырамыз. Миксеріміздің уже күші жетпейді, енді қасықпен араластыратын боламыз. Дәл осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Қолымызға жабыспайтын болған кезде қамырымыз дайын болған болады. Бізге жұмсақ қамыр керек. Ұнды көп салып жібермеңіз. Печеньеларымыз қатып қалуы мүмкін. Сондықтан да ұнымызды өлшеп алғанымыз дұрыс. Көріп тұрғаныңыздай жақсылап дәл осылай видеода көргеніңіздей араластырып, қамырымызды дайындап аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Көргеніңіздей дәл осылай жұмсақ қамыр болады. Енді 4 бөлікке бөліп аламыз. Енді бөліктерімізді тағы бөліктерге бөлетін боламыз. Жаңғақтай үлкендікте болуы керек. Дәл осылай формаға келтіріп аламыз. Қолымызбен дәл осылай жайып, формалар беріп шығамыз. Барлығын дайындап алдық, көріп тұрғаныңыздай. Енді қызып тұрған газ пешінде 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Бізде печеньеларымыз қатты қызарып шықпайды. Дәл осылай аппақ болып арты сәл ғана қызарады. Жаңа мен сіздерге апельсинді көрсеттім. Мен соны қырғыштан өткізіп алғанмын. Сіздер де дәл осылай жасасаңыздар болады. Енді шоколадымызды ертіп дайындап алған едік. Печеньеларымызды шоколадқа жағып, үстінен осылай кокос себіп шықсаңыз болады. Безендіру енді өзіңіздің фантазияңызға байланысты болғандықтан өзіңіз қалағандай безендіре аласыз. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма подписка жасап, қоңыраушаны басып қойыңыз және комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Өте керемет болады, аузыңызда ерейтіндей, үй қонаққа барғанда да алып барсаңыз болады, ұялтырмайды. Өте дәмді печеньелар. Ал сізге сәттілік, пісіріп көріңіздер. Және менің каналыма подписка жасаңыздар.